Ана бір адамдар бар, намаз оқымайсың ба, ораза ұстамайсың ба, жүрегім таза дейді. Причем жүрекке қатысы бар оразаның, намаздың. Ол немен, денемен орындалатын нәрсе. Біреу су ішіп отырса, Рамазан айында, не істеп отырса, ораза емессіз бесе, кешіресіз, мен аузым ашық болмай, жүрегім ораза десең бола ма? Болмайды ол. Сондықтан ана жүрегім таза дейтін адамға айт, мүмкін сен жүрегің таза деп, сенің ақ Құдайға деген сенімің тура шығар, оған әңгіме жоқ. Өйткені жүректегі нәрсе Құдайға деген сенім. Сенімің тура шығар, Құдай бар, бір хақ деп мойындайтын шығарсың. Ал бірақ намаз ол жүрекке қатысты емес. Оны сен Аллаху акбар деп тәкбір алу керексің, қыблаға қарау керексің, рукуын жасау керексің, сәждесін жасау керексің, болғаннан кейін сәлем беру керексің. Мүмкіндік енді ұшақта кетіп бара жатпасаң, жерде тұрған болсаң, қыблаға қарау керексің. А мен осылай тұрып оқи берсем жаңа. Вә сіз не істеп отырсыз десе, мен жүрегім қыблаға қарап тұр деп бола ма? Жүрегім таза мен. Жоқ. Сондықтан сенім неге қатысты? Жүрекке, ал амал, шариғат неге қатысты? Дене мүшеге қатысты. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, сақалың қайда десе, жүрегімде сақал бар демейсің ғой? Субханалла, сүннет емес, амалың қайда десе айтпайсың ғой, жүрегімде бар деп. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, болмаса жаңағы тесірейіп бір харамға қарап тұрсаң жаңағы әйел затына. Астафыралла, не істеп тұрсың, көзім қараған, мен жүрегім көріп тұрған жоқ десең бола ма? Сондықтан шариғат пен ақиданы салыстырмау керек. Абу Ханифаның айтқалы тұрған нәрсе, шәкіртінің даналығы да сол. Қараш, амалды ақидаға кіргізіп, иманға кіргізіп жіберген адамдар туралы не дейсіз деген әңгімені айтты. Айтты, ақида ол өзгермейді. Ол бір бүкіл үмметте. Ал шариғат өзгереді. Егер ол өзгеретін болса, қалай ол сенімге кіреді? Бізге фарыз болған нәрсе біреулерге фарыз емес. Бізге харам етілген нәрсе біреулерге харам болмайды. Сонда қалай? Біреулер ақыретке сенуге бұйырылғанда, біреулерге сену шарт болмаған деп айта аласың ба? Айтамайсың. Бір үмметке пайғамбарға иман келтіру фарыз болғанда, бір үмметке пайғамбарға иман келтіру шарт болмаған деп айта аласың ба? Жоқ. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ақида ол өз алдына жеке сенім, ол жүрекке қатысты. Ақидан қалай десе, былай көрсете алмайсың сен. Түсіндіңіздер ме? Басымда тақия тұр ғой, ақидан қандай десе, басымда тақия тұр ғой десең бола ма? Жоқ, ол тақия сен молдалық екеніңнің дәлелі, намазхан екеніңе дәлел болатын нәрсе. Шариғат. Сондықтан біз адамның жүрегіндегі нәрсе ла илаха иллалла Мұхаммад Расулулла деген айтқан адамға біз шариғат үкімін жүргіземіз, уж бітті. Оны көшеде көрсең, ассаламу алейкум дейсің. Өйткені ол мұсылман, аузынан калиманы естіді. А ол саған ассаламу алейкум десе, сен айтасың, уа алейкум ассалам дейсің. Ертең ол қайтыс болса, жаназасына тұруға міндеттісің. Кебіндеуге міндеттісің, мұсылман қабіріне апарып зирауға міндеттісің. Артындағы мирасын бөлесің мұсылман жолымен. Неге? Ол калима айт. Мүмкін жүрегімен келтірмеген шығар, оған біз жауапты емеспіз. Біз адамның көрінген нәрсеге шариғатты жүргізу, өйткені шариғат дене мүшеге жүргізіледі. Ал ол жүрегінде мүмкін өтірік, сенді мұнафық бол, оған біздің шаруамыз жоқ. Түсіндіңіздер ме? Ал енді біреу жүрегімен иман келтіріп, тілімен айтпаса, біз оған амандаспаймыз, сәлем берсе жауап қату шарт емес. Өйткені оның мұсылман екендігін біз естіген жоқпыз. Калима шахадасын. Ертең ақыретке барған кезде, имеке анау адам иман келтірген еді, сен оны нағып нетпедің деді. Жоқ, өйткені оны біз білген жоқпыз. Енді ол калима шахад айтпағанмен бітті, намазға келіп тұрып, рукух сәжде жасап тұрма, значит, ол мұсылмандықтың белгісі. Жүректегі нәрсеге дәлел болады. О кезде біз ол калиманы айтпаса да, оған шариғат үкімін жүргізе береміз. Сен өзіміздің бауыр екенсің ғой. Мен сен сыртыңнан орыс екен деп жүрсем, сен мұсылман исламның қабылдаған екенсің ғой деп, оған сен мәліміне жасай бастайсың. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан адам иман келтіріп жүрегімен айтпаса, ол Құдайдың алдында мұсылман, біздің алдымызда мұсылман емес. Яғни мұсылман емес деген сөз, шариғатты жүргізбейміз оған. Ал егер адам тілімен айтатын болса, ол Құдайдың алдында да, біздің алдымызда да мұсылман болып есептеледі. Яғни оған шариғат үкімін біз жүргізе бастаймыз. Өзіміздің мұсылманның бір-біріне хақ болған нәрселерін. Түсіңіздер ғой, егер жаңағы фарыз қылған харам нәрсенің бәрі ақидадан болғанда, біреу харам істеп қойса, біреу бұйырған нәрсені орындамай қойған болса, ләкана кәфір болып шыға келетін еді. Олардың сөзін келтірді ғой, жаңағы амал иманнан деп есептейтіндер бар. Жаңағы бұл кімдердің есептеген? Харижиттердің. Харижиттерді жоққа шығарады, және олардың сөзін айтатындар бар қазіргі таңда. Мутазилиттерді жоққа шығарады, олардың сөзін айтатындар бар. Тіпті кейбір адамдар бар, жақсылық Алладан, жамандық пенденің өзінен деп мутазилиттердің ойын айтады. Ахлі сүнна уәл жамада хайрихи ан ту'мина бил қадар хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала. Тағдырға иман келтіру, оның жақсылығы да жамандығы да кімнен деп? Алладан деп иман келтіреміз. Міне ондай да адамдар бар. Атеист емеспін деп атеисттің сөзін айтатындар бар. Мұсылманмын дейді. Олар дұрыс емес атеисттер. Ақырын біраз отырсаң айтасыз, енді біреу барып кеп бан жаққа дейді да.
Ол солардың сөзі. Замандас, құрдас деген секілді. Бірі діндар екен, екіншісі атеист екен. Сөйтіп ана атеист айтады екен бір күн анау діндар құрбысына: жаныңды қинап не бар? Бәрібір ол ақырет деген жоқ, ол фантастика деген сықылды әңгіме айтқан ғой. Сөйтсе анау құрдасы діндар адам, имам, молда заманындағы ашуланбағанда айтқан: намаз оқысам, ораза ұстасам өзім үшін емес пе, сенің нең кетті. Ертемен намаз оқып жүрмін, ораза ұстап жүрмін. Ертең ақырет болмай қалса, қиналған жерім жоқ. Ал егер ертең ақырет болып қалса, онда саған жаман болады деген да. Сондықтан мен екі жағдайда да страховкада тұрмын деген. Сен ойлағандай ақырет болмай қалса, намаз, ораза жасаған бәрі өзімнің әрекетім болып қалады да. Ал егер мен ойлағандай ертең ақырет болатын болса, нұр үстіне нұр болып шықпай ма? А мына саған сен қор боласың ғой деген екен да. Мен не ұтылдым деген, мен іштен ұтылған жоқпын деген. Менің саған не зияным келді? Мен намаз оқымнан саған зиян келді ме? Жоқ. Ораза ұстағанымнан зиян келді ме? Жоқ. Сен ойлағандай ақырет болмай қалған болса, менің ештеңем кеткен жоқ. Ештеңем кеткен жоқ. Ал ертең мен ойлағандай ақырет болып қалса, онда сенің ұтылғаның деп айтты. Көрдіңіз бе? Оған аят айтып, хадис айтып жатудың қажеті жоқ. Біреу атеистпін дейді, атеист болсаң қайтемін, атеист болсаң қайтемін, атеист болсаң қайтемін деді. Бітті. Как будто бір оған мұсылман болу Құдайға керек сияқты да ол. Маймыл бол қой. Итак, маймыл болды деп дегендер бол ғой. Жоқ, бір ол бірдеңені сені, ол дінге келмесе бірдеңе болатын сияқты да. Атеистпін. Бола бер атеист. Кім болмай жатыр адам? Жоқ, мен сенбей қой. Сенің сенуің керек па маған? Солай айту керек та. Анау ерегесе түссең, ерегесе түседі да. Ой, сен ол дұрыс емес дей бастасаң, ерегеседі да. Атеистпін да, атеист бола бер. Мен нем кетеді. Мен нем кетеді. Анау есекті от қайтасам боққа қашады дейді ғой. Сөйтіп ана бір кісі айтады: мен түсінбеген ғой. Субханалла, отқа барып жанып кеткенше боққа қасқан жақсы емес пе деп ойлайтын. Сөйтсе ана отқа дегені шөпке қой дегені ғой аты жаңағы. Қазақтың сөзін түсінбесең, солай түсініп жүргендер бар да, хадис пен аятты. Арабтың